Сәлем достар, менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен вишня қосылған сметаник жасайтын боламыз. Осы рецепт бойынша барлықтарыңыз жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал енді жасауды бастайық. Бізге алдымен бір жұмыртқа қажет, 60 грамм қант қажет, барлығын жақсылап араластырамыз. Массамыз кішкене үлкейгеннен кейін оның үстіне 200 грамм ұн қосамыз. 1 чай қасық қопсытқыш қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне 150 грамм холодильникте тұрған сары майымызды теркадан өткізіп шығамыз. Майымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін қолымызбен қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып, және қолға жабыспауы қажет. Енді сметаник жасайтын формамызды дайындаймыз. Формамызға сары майды жан-жағына барлық жеріне жағып шығамыз. Жаңағы дайындаған қамырымызды формаға қолымызбен салып, видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Шанышқының көмегімен қамырымыздың жан-жақтарын барлығын тегістеп шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына 3 жұмыртқа, 4 ас қасық қант және де 300 грамм қаймақ қажет болады. Соның барлығын қосып, біркелкі етіп араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дайын болған салмасын жаңағы салмамызға құямыз. Сметаникке мен вишня қостым, яғни сүйегінен тазаланған вишняларды осы видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Жеміс-жидектерді қоспай пісірсеңіздер де болады. 200 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Пісіру уақытына менде 40 минут кетті.